Сәлем достар, бүгін тез жасалатын өте дәмді восточный пирог бәлішін дайындаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы сармайға қант, жұмыртқа қосып, венчикпен немесе миксермен осылай араластырамыз. Оған қопсытқышпен ұнды қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр илеген бойы оны осындай формаға салып, бортиктар жасаймыз. Грек жаңғағын ұсақтап турадым. Фисташка, басқа жаңғақ қолдансаңыздар да болады. Грек жаңғағы мен мейізді саламыз және қойытылған сүтті құямыз. Қойытылған сүттің өте дәмдісін таңдаңыздар. Три желания немесе менде белорусский түрі өте дәмді. Және қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағаттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің бәлішіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы да көп уақыт алмайды. Оп-оңай ас болсын. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып қойды ұмытпаңыздар. Келесі жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.